Қазір әлеуметтік желілерде адамды алдап ақша табу, діни экстремизмге итермелеу сияқты алаяқтықтың жолдары өте көп. Сондай бір ислам дінінің атын жамылған уағызшылардың бір бейнеролигін тыңдаған соң елігіп, сондай роликтерді іздеп жүріп көретін дәрежеге жеткен, соңында ата-ана, туыс бауырларын тыңдамай, Сирия асып танымайтын сақалдыға тұрмысқа шығып кетпек болған бір қазақ қызының бастан кешкендері жайында қазақ тілді басылымдарда жазылды. Ол гипноз алған бейнероликтер тыңдап, соның ықпалымен еркінен тыс осындай әрекетке барған екен. Ал жалпы ислам дінде сиқыршылық, яғни гипноз деген тозаққа түсіретін ауыр күнәлардың бірі болып саналады. Егер осының астарына ой жүгіртіп қарайтын болсақ, сиқыршылықтың адамдарға өте үлкен залалы бар екен бағамдауға болады. Өйткені гипноз арқылы адамның ақыл-есінен айырып, неше түрлі жаман нәрселерге еріксіз мәжбүрлейтін жайлар өмірде жиі кездесіп жатады. Бір жерде тұрақтамай, үнемі көшіп қонып жүретін сығандардың арасында гипнозбен айналысатындар көп кездеседі. Бір ағайымыз бірде пойыздың үстінде әлгіндей сығандармен кездесіп қалыпты. Өзі аздап ішіп алған ол әлгілердің бірінің «Кәне, карт ойнайық» деген ұсынысына келісе кетті. Содан сығанмен карт ойнадым дейді ағайымыз. Қалтамда біраз ақшам болатын. Қызылордаға бір шаруалармен барып, енді үйге қайтып келе жатқанмын. Қолым жүріп ақшаны қайта-қайта ұтамын. Ұтқан ақшаны ұстап қалтама саламын. Қызылордадан Шиеліге дейін пойыз 2 сағат жүреді. Сол уақыттың қалай өткенін білмей қалыппын. Қалтам толы ақша, өзім мәзбін. Содан пойыздан түсіп үйге келгесін қанша ұттым көрейін деп, қалтама қолымды салсам түк те жоқ. Ұтқан ақшам да, өз ақшам да зым-зия жоғалыпты. Көшеде отырып картамен бал ашатын сығандарға, бал аштырғандардың көбі белгісіз себептермен ақшаларынан айырылып жататын жайлары жиі кездеседі екен. Тіпті ондайлардың бастарын айналдырып, гипноздап алған сыған әйелдері әлгілерді үйіне алып барып, сақтаулы ақшаларын түгел қолдарына әкеліп беруге мәжбүрлейтін жайлар да орын алған. Мұның бәрінен адам еркінен тыс сиқырдың құдіретімен жасайды. Тіпті бүгінде интернет арқылы қалаған нәрсеңді тауып алуыңа болады. Бұрын құпия саналып, санаулы адамдардың ғана қолынан келетін гипноз техникасы қазір интернет арқылы әлемге таралып кетті. Сондай кітаптар мен нұсқаулықтарды пайдаланып, арам жолға түсетіндердің қатары жыл сайын көбейе түсуде. Бетпе-бет кездескен адамды сиқырлауды қойып, енді гипноз техникасын пайдаланып, электронды почта арқылы хат жазу, бейнероликтер түсіруде кең белең алуда. Мен біраз уақыт интернет бизнес-тегемен айналысып көрдім. Сол тұста бір курсты сатып алған едім. Онда автор гипноздалған хат нұсқаларын ұсыныпты. Әлгіндей хаттарды жібергенде, оны алған адам еркінен тыс сен ұсынған тауарды сатып алады екен. Бұндай сиқырлы хаттарды пайдалануға дәтім бармады. Әрине, оның шын ба, өтірік па екенін мен айта алмаймын. Қазір блогерлер арасында гипноздау техникаларын жетік меңгергендер аз емес. Ондайлар ақша үшін әлгіндей сақалды сәләфиттерге арнап сиқырланған бейнероликтер түсіріп береді. Ондай бейнероликті бір көрген адам, әсіресе ақыл санасы толық қалыптаспаған жасөспірімдер тұзаққа қалай түскенін сезбей қалады. Оның ақыры әлгі жасқа да, оның отбасына да үлкен бақытсызға келетіні анық. Сондықтан, құрметті көрермен, электронды поштаңызға келіп жататын хаттарға сақтықпен қараңыз. Өзіңіз білетін, сенімді авторлардың болмаса оңай жолмен ақшаны қаптап табасың дегендердің сөзіне елікпеңіз. Әсіресе дін тақырыбындағы бейнероликтерге аса сақ болғаныңыз жөн. Теріс ағымның уағызшылары тәтті тілмен алдап, ислам дінін алға тарта отырып, арамза пиғылдарын жүзеге асыруға тырысып бағады. Осыған орай қазіргідей алмағайып кезеңде қазақтың сақтықта қорлық жоқ деген ақылын ешқашан ұмытпаған абзал.